Екінші тілім қазақ. Басқа менде жоқ. Орыс, қазақ. Потому что қазақтар асыраған мені 4 жасымнан. 4 жасымнан асырған. Так что мен оған ризамын. Сол кісі жоқ болса да, мен ризамын оған. Мені қараңыз, інім, мынау сіңлім, мына әкем отырған. А какой он вам самый главный совет дал в жизни, как думаете? Чему научил? Всему научил. Всему научил. Всегда говорил, ешкіммен ұрыспа, татулы бол. Біреу саған жаман қылса, 10 рет жақсы істе. Саған Құдай соны жақсылық береді деді. Ол өзі молла болған, так что бәріне үйреткен. Жақсылыққа үйреткен, жамандыққа үйреткен жоқ. А у вас семья была? Ну, как бы сказать, что почти ее и не было, но были родные там, братишка, сестренка, мать, они все ушли. Муж тоже умер. Я осталась одна, детей у меня нет. От старшего брата есть племянница, ну, она когда возьмет, позвонит. Ну, вообще так вот живу здесь. Спасибо вам большое, Коп Рахмет. Сізге рахмет келгеніңізге. Кішкене көңілім көтеріліп кетті.